бір бөлмелі үй алайын деген едім, бағасы қанша болып жатыр деген сұрақтар жиі келеді. Енді қараңыздар жауап. Сіз бір бөлмелі үйді 7 миллионға да алуыңыз мүмкін, 47 миллионға да алуыңыз мүмкін. Оған басты мына 4 фактор әсер етеді. Ең біріншісі ипотеканың түріне байланысты. Егер сіз мемлекеттік үй кезекпен концепциямен алатын болсаңыз, 7-8 миллионға аласыз. Ал егер коммерциялық банктармен алатын болсаңыз, надбавка төлейсіз, көрінетін, көрінбейтін комиссиялары көп болады. Екіншіден, үйдің локациясы. Пәтер орналасқан аудан қаншалықты инфраструктурамен қамтамасыз етілген болса, соншалықты қымбат болады. Үшіншіден, ол этажына байланысты. Әр құрылыс компаниясында ценовая политика әртүрлі. Бірақ әдетте ең төменгі этаждар және ең жоғарғы этаждар арзандау жүреді. Ал 3-ші этаж бен 8-ші этаждың арасы золотая середина деп аталады, яғни ол үйлердің бағалары қымбат жүреді. Төртінші фактор үйдің берілу уақыты. Яғни бітуіне 1 жыл қалған пәтерлер дәл сол ЖК-да техпаспорты дайын болған пәтерлерге қарағанда арзандау жүреді. Менің есімім Аяулым. Егер үй алам деп жүрген болсаңыздар, парақшама жазылып алыңыздар, өйткені ипотека туралы өте көп пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырамын.